Сәлем, мен Кинохан, және сіздерге поиск фильмін айтып беремін. Бұл жоғалып кеткен қызын ноутбук арқылы іздейтін әке туралы фильм. Фильм әрбір Windows пайдаланушысына таныс жұмыс үстеліндегі суреттен, төбедегі тамаша жасыл шалғыннан басталады. Әкесі өзінің қызына жаңадан Марго есімімен аккаунт ашады. Бұл басты кейіпкер Дэвидтің қызы. Тіркелген бойда ол онымен байланысты барлық материалдарды қатты дискіге жүктейді. Балабақша мен мектептегі фотосуреттер, бейнелер, кестелер мен күнтізбелер. Қыз баланың өмірінің алғашқы жылдары экранда, танымды ойындар, әкесімен бейне қоңыраулар, пианинода ойнауды үйрену, Facebook желісіне тіркелу және интимдік дегеніміз не? Деген алғашқы сұраумен өтеді. Отбасылық өмірдің қуанышы өте жағымсыз жаңалықпен күңгірттенді. Дэвидтің әйеліне қатерлі ісік диагнозы қойылады. Үлгілі отағасы ретінде әйеліне барлық жағынан қолдау көрсетеді. Біраз уақыт аурудың бет қайтады, бірақ көп ұзамай қайталану пайда болады. Ол ауруханаға жатқызылады. Қызы күнтізбеде ауруханадан шығу күнін белгілейді, бірақ анасы ауруханадан шықпай қайтыс болады. Жұбайы қайтыс болғаннан кейін 2 жыл өтеді. Дэвидтің қызы қазірдің өзінде мектеп оқушысы және бір күні биологиядан есеп дайындау үшін досының үйіне түнеуге барады. Мамыр айы, емтихандар алда. Қыз олар үшін қатты алаңдамайды, өйткені ол жақсы оқиды. Дэвид оны мақтан тұтады, және анасы да мақтан тұтар еді деп жазғысы келеді. Бірақ ол ескі жараларды қайта ашуға батылы бармайды, сондықтан ол хабарламаны дереу өшіреді. Дэвид әдетте өзін жалғыз басты әке ретінде қабылдауда қиындықтарға тап болады. Ағасы одан гумбо сорпасының рецептісін сұрағанда поисковик арқылы аттас бірнеше файлды табады. Соның бірі әйелі мен қызы тамақ пісіріп жатқан видео. Өткенді қайта қозғамау үшін Дэвид файлды іздеуде көрсетілмейтін деп белгілейді. Түн ортасында қызы бірнеше рет қоңырау шалды, бірақ ұйықтап жатқан Дэвид қоңырауларды қабылдамайды. Таңертең ол қайта қоңырау шалуға тырысады, бірақ енді қызы қоңырауға жауап бермейді. 1-2 хабарлама қалдырып, жұмысқа кетеді, және сол жерде мессенджерді тексеріп қарайды. Қызы әлі жауап бермейді, және Дэвид таң қалады. Бұрын оның оқуы сөйлесуіне кедергі болмайтын. Дэвид біраз уайымдайды, бірақ бүгін жұма екенін есіне түседі. Ал жұма күндері Маргода фортепиано сабағы бар. Қызымен байланысу үшін ол мұғалімге телефон соғады, бірақ ол оны айтқандарына таң қалады. Марго киім 6 ай бұрын сабақты тастап кеткен. Бірақ сонда да Марго оқуға төлеуге апта сайын әкесінен $100 алатын. Оның үстіне қызы сабақтан да қалып қойған екен. Дэвид қазірдің өзінде полиция шақыруды ойлайды, бірақ ағасы оған балалық шағында ол сүйікті хоккей командасының ойынын көру үшін бір күнге басқа қалаға барғанын айтып полицейге хабарласпауға көндіреді. Сол кезде оның да ата-анасы қатты үрейленген, себебі ол қоңырау шалып ескертпегенін айтады. Мүмкін Марго достарымен бір жерде қыдырып жүрген шығар дейді. Әкесі ойлана келе қызының әлеуметтік желілердегі аккаунттарын табады. Олардың барлығы жабық. Олар арқылы достарына хабарласу мүмкін болмайды. Ол үйдегі компьютердегі әйеліңіздің профиліне кіреді. Күйеуіне қарағанда ол мектеппен байланысты барлық контактілерді сақтаған. Контактінің біріне Маргоның ең жақын досы деп жазылған. Дэвид бұл досының анасына қоңырау шалады. Сосын олардың тауға кеткенін біледі. Және олардың арасында Марго да бар. Тауларда байланыс жоқ, бірақ олар таңертең қайтып келуі керек дейді Айзектің анасы. Сәл тынышталған Дэвид қызына өтірік айтудың дұрыс еместігі туралы ұзақ әрі ашулы хабарлама жазады. Бірақ сәлден кейін өшіріп тастады. Таңертең ерте Маргоның досы Дэвидке телефон соғады. Ол бізбен бірге тауға барған жоқ. Мен оған тіпті жұма күні кетіп бара жатқанда қоңырау шалдым, көлікте бос орында болды дейді. Оның жоғалғаны туралы полицияға хабарлаудан басқа амалы жоқ. Дэвидпен жоғалғандар ісін басқаруға тағайындалған сержант Розмари Вик байланысады. Ер адам әңгімеден ауытқымай, оның кім екенін білу үшін бірден желіге кіреді. Офицер Виктің қызметі өте әсерлі. Мұнда ол бұрын сотталғандармен атқарған игі істермен ерекше жетістіктермен марапатталған. Және оның баласы болғандықтан ол басқа ата-аналарға жаны ашиды. Сәтті тергеу үшін полицияға қыз туралы көбірек ақпарат керек. Детектив Вик Дэвидтен достары, әдеттері мен хоббилері туралы айтып беруін сұрайды. Бірақ ер адам кенеттен өзінің қызы туралы іс жүзінде ештеңе білмейтінін түсінеді. Кішкене болса да ақпарат жинау үшін оның ноутбугіне кіреді. Құпия сөзді табу оңай болмайды, бірақ ол поштасы бұрындары анасының поштасына байланыстырғанын біледі. Дэвид барлық құпия сөздерді қалпына келтіріп, қызының фейсбугына кіреді. Ол достар тізіміндегі барлық адамдарға қоңырау шала бастайды. Әр адамның деректерін арнайы кестеге енгізеді. Суреті, аты жөні, қызымен соңғы байланысы. Бейсенбі күні кешке Марго жоғалып кеткенде не істеп жүр едіңіз? Деген сұрақтар қояды.
Осындай сұраудан кейін қыздың өмірі қайғылы екенін біледі. Маргоның шынайы өмірде мүлдем достары болмағаны белгілі болды. Мектепте ол сыныптастарымен дос болмаған және оны тек сыпайылық үшін ғана жорыққа шақырған. Тіпті ол эссе жазып жатқан досы оған жай ғана барлық жұмысты жасату үшін шақырған. Және ол оның үйіне түнемеген. Кешке ерте кетіп қалған. Детектив Вик бейне бақылау камерасының бейнелерін табады. Олар Маргоның көлікке жанармай толтырып, содан кейін қаладан шығып бара жатқанын көреді. Ол фортепиано сабағына деп алған ақшасын бір жерге жұмсауы керек қой деп. Дэвид картаны белгілеп, қызының банктік шотын тексереді. Есептік жазба оның белгілі бір пайдаланушыға $2,500 аударғанын көрсетеді. Бірақ ол счет жабық болады. Әкесі Инстаграмда Дерек атты біреуді тапқан кезде, қызының әлеуметтік желілердегі аккаунттарын зерттеуді жалғастырады. Дерек пен Марго комментте хат жазысқан, мүмкін тіпті шынайы өмірде таныс болған шығар деп ойлайды. Жігіттің профилі алкоголь мен қарудың фотосуреттерімен толы болды, ал өзінде татуировкалар көп. Интернетте 5 минут ақтарып, бір премиум шотты сатып алды да Дэвидтің телефон нөмірі табады. Ол бейсенбі күні кешке не істегенін мойындағысы келмейді. Бірақ полицияның баруы туралы айтқаннан кейін ол Бибердің шығармашылық кешінде болғанын айтады. Осы уақытта детектив Вик Маргоның басқа атпен жалған жүргізуші куәлігі бар екенін айтады. Мұны жинақталған ақшаны алу фактісімен салыстыра отырып, детектив өзінің нұсқасын алға тартады. Марго жоғалып кеткен жоқ, ол үйден қашып кетті дейді. Дэвид бұны сенімсіз деп санайды, неге ол сол түні оған 3 рет қоңырау шалды. Ноутбукты зерттеуді жалғастыра отырып, ол браузер тарихында стрим платформасын табады. Қыздың онда аккаунты бар. Ер адам қызының қалай өмір сүргенін және неге құмар болғанын түсінуге тырысып, оның сақталған стримдерін қарай бастайды. Ол платформада Ханна есімді басқа қалада тұратын даяршы қызбен дос болыпты. Олар екеуі де покемондарды жақсы көреді, және ата-аналармен проблемалар олардың достығын нығайта түскен. Ханнаның анасы қатерлі ісікпен ауруханада жатыр, емделуге ақша жетпейді. Сондықтан ол оқуын тастап, жұмысқа баруға мәжбүр. Сонымен қатар, ол Маргоның әкесімен жылы қарым-қатынасына қызғанышпен қарайтынын айтады. Бірақ ол үшін де бәрі жақсы болмаса да, әкесі бұл туралы білмейді. Дэвид Ханна есімді қыз туралы Вик детективке айтып, қызының жоғалып кетуіне қатысы бар деп күдіктеніп тексеруін сұрайды. Өкінішке орай, даяшының жұмыс берушілері оның бейне бақылау камералары растаған темірдей алибиі бар екенін айтқан. Ренжіген әке қызын шынымен танымайтынын мойындауға мәжбүр. Тіпті детектив Виктің қолдау білдірген сөзі және оның ата-ана болу туралы қайғылы тәжірибесі көмектеспеді. Ноутбукты сөндірейін деп жатқанда, кенет Дэвидке бір ой келді. Фотосуреттер мен стримдарда Марго ерекше бір орынды Барбоза көлін атап өтті. Оған апаратын жол, камера оның көлігін соңғы рет байқаған жолдың бойында орналасқан. Түн ортасында толқыған Дэвид көлге қарай барады. Сол жерден детективке қоңырау шалып, оған қызына тиесілі покебол түріндегі брелокты көрсетеді. Таңертең полиция Маргоның көлігін көлден алып шығады. Ішінде ешкім жоқ, бірақ ақша салынған конверт табылады. Ішінде $2,500 шығады. Көлік ішінде қан іздері болды. Бұл істі жоғалып кетуден ұрлап кетуге ауыстырады. Билік іздеуді бастап еріктілерді тартады. Тек дауыл кезінде ғана үзіліс жасайды. Бақ өкілдерінің арқасында Маргоны табу трендке айналды. Кейбіреулер Дэвидті кінәлап қызының одан қашқысы кеткісі келетінін айтты. Қыздың сыныптастары үзіліс кезінде өздерін оның ең жақын досымын деп аталатын тақырып сәнге айналады. Әлеуметтік желілерде оны қаншалықты сағынып жатқаны туралы көз жасын төгетін видеолар көбейді. Биберді жақсы көретін керемет жігіт Деректе ол Марго менімен бірге, ал ақша сутенерге арналған деп жазғанда, Дэвид оның қайда екенін анықтап оның жағын сындырды. Төбелестің видеосы YouTube желісіне түседі. Және жұртшылықтың қолдауына қарамастан, Вик детектив ашуланған әкеге тергеуге араласпауы керек екенін айтады. Бұл үшін кәсіби мамандар бар дейді. Дегенмен Дэвидті бұл тоқтатпайды. Көлдің бірінен көтерілген көліктің фотосуреттерін қарап отырып, ол сүйікті хоккей командасының логотипі бар ағасының футболкасын байқайды. Дэвид оны Маргоның ағасымен хат алмасуын тексере бастайды. Онда олар бірге оғаш бір нәрсе жасағанын талқылайды. Және ол әкеңе айтпау керек нәрсе. Не айтып тұрғанын түсінбеген, бірақ қорқынышты нәрседен күдіктенген, Дэвид детективке хат жаза бастайды, бірақ ойын өзгертеді. Айғақтарды жинау үшін ағасының үйіне жасырын камералар орнатады. Қатты әсер ету үшін Дэвид әңгімені алыстан бастайды, бірақ тез ашуланып, туысының лас істерін білетінін көрсету үшін хаттарын оқып береді. Бейбіт әңгіме болмайды. Дэвидтің жүйкесі кофеин мен стресстен тозған, сондықтан ол викинг сияқты төбелеске асығады. Бірақ іс ойлағандай қорқынышты емес болып шықты. Марго ағасымен бірге марихуана шегетін және шын жүректен сөйлесетін.
Анасы қайтыс болғаннан кейін әкесі екеуі алыстап, бұл тақырыпты талқылағысы келмеді. Қыз тек ағасына ішіндегісін айта алатын. Сондықтан ол пианинодан бас тартқан. Өйткені музыка анамды еске түсірді, ол маған тым ауыр дейтін. Дэвид жаман әке ғана емес, сонымен бірге қорқынышты ағасы болған үшін кешірім сұрап үлгермей жатып, Вик детектив қылмыскердің табылғанын хабарлағанда, ол бұрын сотталған азамат болып шығады. Видеосын желіде жариялап, кейін өзін атып тастайды. Дэвид болғанға сенбейді, бірақ полицияның істі жабудан басқа амалы жоқ. Бұқаралық ақпарат құралдары бұл тақырыпты қозғап жатқанда, көпшілік қайғылы оқиғаға, атап айтқанда, қоштасу рәсімінің онлайн трансляциясына арналған арнайы қызметтен табыс тапқысы келеді. Дэвидтің қызметке қызының фотолары мен видеоларын жүктеп салудан басқа амалының жоқтығын түсінеді. Бір бейнеден басқа барлығын салады. Онда кішкентай Марго оны әке күнімен құттықтап, оған әлемдегі ең жақсы әке деген жазуы бар суретті береді. Соңғы жылдары бұл атаққа мүлдем лайық емес екенін түсінді. Дэвид бейнені жояды. Дегенмен, хабарламаларды жібергеннен кейін ризашылық белгісі бар қыздың фотосы шығады. Дэвидке бұл фотодағы қыз таныс болып көрінеді. Ол осы қызды іздеу үшін қызының барлық контактілерін ақтара бастайды. Ол балық пен чипсы деген лақапатты Ханна болып шығады. Тек шын мәнінде Ханна Даяш емес. Ол фотомодель болып шығады. Оның фотоларын жарнама және дизайн үшін қолданылатын. Ол өмірінде Маргоны білмеген. Қызының стримдегі әңгімелесушісі басқа адам екенін түсінген Дэвид бұл жаңалықты детективпен бөлісуге асығады. Бірақ кезекші офицер жолығады. Әңгімелесу барысында тағы бір өте қызықты деталь анық болады. Сержант Виктің өзі бұл істі тергеуге сұранғанын айтады. Дэвид абдырап қалды. Оның бұған қандай қызығушылығы бар, және неге ол тағайындалды деп айтады. Ол қайтадан поисковикке оның атын енгізеді және күдікті сәйкестікті байқайды. Қызын өлтіргенін мойындап, кейін өзіне оқ атқан адам бұрынғы сотталушы ғана емес. Ол 16 бағдарламасында детектив Викпен бірге жұмыс істеген. Қоштасу рәсімінің трансляциясы сержант Виктің тұтқындалуына байланысты тоқтатылады. Әйел ұлын қорғау үшін бүкіл істі ойдан шығарған. Оның ұлы Маргоға жасырын ғашық болған және онымен Ханна атын жамылып сөйлескен. Сенімге ие болу үшін бала науқас анасы туралы әңгіме ойлап тапқан, бірақ жанашыр қыздың оған ақшамен көмектесетінін ескермеген. Алдаумен, алаяқтық ол заңмен жауап береді. Қарызды өтегісі келіп, Маргоны көлге дейін қуып жетіп көлігіне отырады. Ер жүрек Ромео бір нәрсені ұйғармады. Марго түнгі қонаққа риза болмай. Араларында төбелес басталып, қорқып кеткен қыз қашып кетеді. Мұрны сынған жігіт оның артынан жүгіреді. Оның есін жинатуға тырысып, ол кездейсоқ оны 15 метрлік биік жартастан итеріп жібереді. Қайғылы оқиғаның ауқымын түсінген баласы анасына телефон соғады, және ол күдіктің алдын алуға және бәрін солай етуге арналған оқиғалар тізбегін бастайды. Бастапқыда үйден қашу нұсқасы пысықталады, бірақ Дэвид көлден брелок тауып алған кезде, одан кейін ойланып сотталған танысын кінәлі қылып шығармақшы болады. Сонымен қатар, детектив Вик Маргоның құлаған соң өлген-өлмегенін де білмейді. Рас, содан бері 5 күн өтті, сусыз ешкім онша ұзақ өмір сүре алмайды. Бірақ Дэвид соңына дейін үміттенеді. Іздеу жұмыстарын бір күнге үзген таяудағы жауын шашын қыздың шөлде бөлуіне жол бермеседі. Құтқарушылар детективтердің көрсетілген қылмыс орнына барады. Олар Маргоның қозғалмай жатқан денесі бар зембілді баяу алып шығады. Соңғы уақытқа дейін оның тірі немесе өлі екені белгісіз болады. Соңғы кадрларда хат алмасу жүріп жатыр. Дэвид фотосуреттерді мекен-жайларға жіберіп, Дэвид және оның қызы ауруханада, ол сауығып жатыр дейді. Бұл ретте Марго өзінің поштасын тексеріп, музыкалық байқауға қатысу туралы өтінішіне жауап күтуде. Оның әкесі оны мақтан тұтатынын және анасының да мақтанатынын жазады. Фотосуретті жұмыс үстелінің басты суреті қылып, тірі қалған Марго ноутбукты өшіреді. Каналға жазылыңыз және фильм туралы пікіріңізбен бөлісіңіз.